Балам кейбір әріптерді дұрыс айтпайды. Сөйлегенде сөздердің соңын жұтып қояды. Қандай кеңес бере аласыз? Жақында жекеме дәл осындай хат келді. Бұл сұрақтың жауабын осы видеода жолдайтын боламын. Егер сіздің балаңызда кейбір әріптерді дұрыс айта алмаса, сөздердің соңын жұтып қоятын болса, өзінің ойын толыққанды жеткізе алмай, мектепте төмен баға алып жүрген болса, осы видеоны балаңызбен бірге көруге кеңес беремін. Тіл қарым-қатынас құралы болғандықтан, тілі кеміс бала болсын, ересек болсын, біраз қиыншылықтарға тап болады. Ал адам өскен сайын сол қиындықтар тереңдей береді. Өмірде қиындықтарға тап болмас үшін, онсыз да күні бойы телефонға телміріп отырған балаңыздың 5 минут уақытын осындай пайдалы сабақтарды көруге арнасаңыз, өзіңіз балаңызбен бірге қосылып жасасаңыз, бұл сабақтардың сізге де, балаңызға да тигізер пайдасы орасан зор. Сәлем! Менің есімім Мадина. Мен актриса әрі педагогпын. Бұл менің 5-ші сабағым. Егер сіз бұған дейінгі 4 сабақты көрмеген болсаңыз, дәл қазір қарап шығуға кеңес беремін. Өйткені бұл сабақтар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Сонымен, бүгінгі 5-ші сабақтың тақырыбы артикуляцияға арналған жаттығулар. Дәл қазір 5 минуттың ішінде біз сізбен артикуляцияға арналған 5 супер топ жаттығуларды жасайтын боламыз. Жалпы артикуляцияға не жатады? Артикуляцияға біздің ерніміз, тісіміз, тіліміз, жағымыз, таңдайымыз жатады. Ал, сіз дайын болсаңыз, мен дайынмын. Ендеше кеттік. Бірінші жаттығуымыздың атауы жаңғақ. Тілімізбен ұртымыздың ішінде шеңбер жасаймыз. Бірінші оң жаққа 5 шеңбер, сол жаққа 5 шеңбер. Есіңізде болсын. Осы жаттығуды жасау барысында еріндеріңіз ашылмауы керек. Мұқият қарап, менімен бірге жасап отырыңыз. Кеттік. 5, енді сол жаққа. Ескертемін. Егер өміріңізде бұл жаттығуды бірінші рет жасап тұрған болсаңыз, әрине тіліңіз, жағыңыз, ұртыңыз шаршайды, бірақ бұл қалыпты жағдай. Күнделікті жасаған кезде соншалықты қиын болмайды. Күн сайын бұл жаттығулар сізге оңай әрі жеңіл жасалатын болады. Ал екінші жаттығуымыздың аты машинка. Кәдімгі машинка. Сіздермен бірге машинаның дыбысын салатын боламыз. Ол үшін тынысты диафрагмаға толық аламыз, еріндерімізді қозғалысқа келтіру арқылы демді ақырын үрлеп шығарамыз. 5 мәрте жасаймыз. Кеттік. Неғұрлым ұзақ жасасаңыз, сол ғұрлым сіз үшін жақсы. Үшінші жаттығуымыз футбол. Елестетіңіз, тіліңіз доп, ал ұрттарыңыз қақпа. Сол допты оң қақпаға, сол қақпаға ары-бері қозғалтатын боламыз. Қанекей, кеттік. Аузымыз жабулы, ерніміз ашылмайды. 5 мәрте. Үзіліс жасаңыз, енді керісінше. Тағы қайталаймыз. Тағы үзіліс.
Тамаша. Ал осы жерде кішігірім жарнама. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп, лайк қойып, колокольчикті қосып қойыңыз. Өйткені менің каналым сізге және сіздің балаңызға өте пайдалы канал. Төртінші жаттығуымыздың атауы өте қызық. Поцелуй. Қанекей, менімен бірге жасаймыз. Ерніміз мүмкіндігінше алдыға созылады, артынша жымиямыз. Бұл жерде көзіміз, маңдайымыз ешқандай қозғалыс жасамайды, тек қана ерніміз қозғалады. Жоқ дегенде 10 рет жасаймыз. Кеттік. Тамаша. Сонымен, ең соңғы 5-ші жаттығуға да келіп жеттік. 5-ші жаттығуымыздың атауы да өте қызық. Бөшке. Менімен бірге қайталаймыз. Аузымызға ауаны толық аламыз, артынша шығарамыз. Яғни, екі ұртымызды кереміз. Кеттік. Осы жаттығуды сәл түрлендірсек те болады. Ол үшін ауаны екі ұртқа кезекпен қозғалтамыз. Тамаша. Егер сіз осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, бүкіл жаттығуларды менімен бірге қосылып жасаған болсаңыз, мен сізбен мақтанамын. Демек, сіздің де еркін сөйлейтін күніңіз өте жақын. Сау болыңыз.